Тапқыр қоян ертегісі. Бір күні орманда аңдардың үлкен бас қосуы болыпты. Аң патшасы арыстан орман халқына бәйге жариялайды. Ол қыз қайнап тұрған бір үлкен қазан су қойып, кім осы суды ішіп қойса, соған көп сыйлық беремін, деп жар салыпты. Бұл сөзді естіген аңдардың бәрі қызығып, алаңға жиналыпты. Кім батыл, кім айлалы екенін көргісі келеді. Бірінен соң бірі қазанға жақындап көреді. Ары-бері күш жинап, батылданып қарағанымен ешқайсысы қайнап тұрған суды ішуге батпайды. Оттың қызуы жақындаған жанды күйдірердей. Аңдар енді мұны ешкім істей алмайды-ау деп тұрған кезде, алаңға ойнақтап бір қоян шыға келеді. Өз-өзіне сенімді, көзінде от бар. Қоян қазандағы қайнап тұрған суды көріп, мен суды ыстықтай ішкенді жақсы көремін дейді. Аңдар аң-таң. Шынымен іше ме? Деп бір-біріне қарап көздерін бақырайтады. Қоян жақындап келіп, қып-қызыл шоқтың үстіндегі қазанды көтеріп алады. Ол қазанды бүкіл аңдарға көрсетіп, ұзыннан тізілген қатарды аралап шығады. Мінеки, достарым, көріңдер. Нағыз ыстық су, деп әрқайсының көзіне көрсетеді. Аңдардың бәрі оның батылдығына таң қалып, артын асыға күтеді. Ал қоян болса, жүрісін баяулатып, әр аңға бір тоқтап, әдейі созып келеді. Осылай біраз уақыт өткен соң, қазандағы су буы азайып, баяулап, салқындай бастайды. Ақыры қас-қағым сәтте қазан суып қалады. Осыны күткен тапқыр қоян қазанды бірақ көтеріп, міне, ішіп қоямын, деп суып қалған суды сіміріп ішіп қояды. Аңдар таңданыстан ауыздарын ашып, тіпті көздерін жұмалады. Олар қоянның айласына, тапқырлығына риза болады. Арыстан басын изеп, міне, нағыз ер, нағыз ақылды, айлалы жан, деп қоянға көп сыйлық береді. Сөйтіп, айлакер, тапқыр қоян барлық аңдардың арасынан озып шығып, сый-сияпатқа ие болыпты.